Кітап рухани досымыз. Кітапты көп оқу ойлау жүйеміздің жақсаруына, қиялымыздың дамуына, сөздік қорымыздың артуына ықпал етеді. Кітаптың өзіндік түрлері де болады. Кішкентай балаларға арналған жеңіл ертегі кітаптар міне мыналар. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Bilimning kuchi, babamning esi, o'qib ko'rdim, qiziq to'la kitobning ishi. Bilimning kuchi, babamning esi, o'qib ko'rdim, qiziq to'la kitobning ishi. Kitob bilimning qaynar bulog'i, bilim ömür. Саламатсыздармы балалар? Мен бүгін сіздерге сыйлыққа кітап алып келдім. Кітап біздің асыл қазынамыз, баға жетпес байлығымызды. Мен сіздерге бүгін өте ерекше кітап алып келдім. Ол кітаптың бірі Жасырын бақ деген кітап. Бірі кішкентай маймыл. Сәлематсың ба? Мен бұл мақал-мәтелер кітабын алып келдім. Жарайды, олай болса қазір балалармен барлығымыз бірге отырып, мақал-мәтелді жалғастырып ойнайтын боламыз. Жарайсың, Азиза. Балалар, бүгін біздерге Азиза алып келген мақал-мәтелдер кітабының ішінен өзіміздің бұрынғы жаттаған мақал-мәтелдерімізді қарап еске түсіріп, мақал-мәтелдер жалғастырып ойнайтын боламыз. Келістік пе, балалар? Жарайды. Олай болса, қазір мен сіздерге мақал-мәтелді бастаймын, ал сіздер ары жалғастыратын боласыздар. Қыз елдің көркі, Көз жердің көркі. Сәлематсың ба? Мен жетілік ертегісін алып келдім. Жарайды. Олай болса, бүгін ұйықтан тұрғаннан кейін мен сендерге бұл жетілақ ертегісін оқып беретін боламын. Бүгін біздерге Жаннұр алып келген жетілақ ертегісімен танысатын боламыз. Қазір мен сендерге жетілақ ертегісін оқып беремін. Ата-аналардың балаларға сыйға тартқан кітаптарымен күннің екінші жартысында танысып, ертегі кейіпкерлерінің жағымды және жағымсыз қылықтарын талдап, ортаға салып отырдық. Сонымен қатар балалар бір-бірімен әкелген кітаптарын алмастырып, оны үйден тамашалап бөліседі. Және аудандық кітапханаға да саяхаттап барып, ондағы кітаптармен танысып, тамашалап қайттық.